Барлықтарыңызға қайырлы күн, менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгін біз алмұрт қосылған жеңіл бәліш дайындаймыз. Дайындалу жолы өте қарапайым, оңай, жеңіл жасалады. Алмұрт және үйде жаңғақ болса, содан жақсы жеңіл пирог жасау болады. Жасалу жолын көргіңіз келсе, видеоны до конца қарап, каналға тіркелуді ұмытпаңыздар. Сіздермен бірге Айгерім. Енді бастасақ, барлық видеода көрсетілген құрамды төмендегі описание бөлімге толыққанды жазып кетемін. Сол жерден асықпай қарасаңыздар болады. Алдымен біздің бәлішімізді дайындап алу үшін манная кашамыздың үстіне, яғни манная жармамыздың үстіне айранымызды қосып, оны дәл осылай лопатканың көмегімен, болмаса күрекшенің, қасықтың көмегімен араластырып алып, 20 минутқа тындыруға жібереміз. Сол аралықта жаңғағымызды блендердің көмегімен толыққанды езіп өткізіп аламыз. Егер де сіздерде блендер болмаса, оқтаудың көмегімен дәл осылай отып езіп алсаңыздар болады. Содан соң 2 дана алмұртымызды алып, оның лас жерлерін осылай тазартып алып, содан соң жұқалап, қақ ортасынан 2-ге бөліп, дәл видеода көрсетілгендей 1 миллиграмм жұқалықта кессеңіздер болады. Мына видеода көрсетілген дәл осындай жұқалықта кессеңіздер болады. Содан соң біз бәлішіміздің қамырын жасауға кірісеміз. Бір жұмыртқамыздың үстіне қантымызды салып, яғни венчиктің көмегімен дәл осылай қантымыз ерігенше толыққанды араластырып аламыз. Егер венчик болмаса, миксермен де араластырсаңыз болады. Бұл жерде маған миксер емес, венчик ыңғайлы болды. Яғни сол венчиктен кейін венчикпен араластырдым. Венчиктен кейін, яғни венчикпен араластыра отырып, оның үстіне ерітілген бөлме температурасындағы сармайымызды қосып, толыққанды қантымен барлық масса араласып біріккен соң дәл осындай сұйық масса шығады. Соның үстіне жаңағы блендерден өткізілген жаңғағымызды салып, дәл осылай видеода көрсетілгендей жақсылап тұрып араластырып аламыз. Асықпай, біркелкі масса болғанша жақсылап тұрып араластырып аламыз. Араластырылған массамыздың үстіне жаңағы 20 минут тынған айранымыз бен жармамызды асықпай толыққанды сала отырып біркелкі араластырып аламыз. 1-2 қасықтан сала отырып асықпай араластырып алсаңыздар болады. Болмаса мен сияқты толыққанды барлығын бір салып араластырып алсаңыздар болады. Содан соң ұнымыздың үстіне 1 шай қасық қопсытқышымызды салып, оны жақсылап тұрып араластырып алып, бір-бірімен содан соң ұнымызды біркелкі сала отырып, жаңағы бәлішімізді дайындай бастаймыз. Бәлішіміз толыққанды массасы бір-біріне еніп араласқан соң формамызға салып, бұл жерде менде форма 26 сантиметрлік форма, сіздер өз қалауыңызға қарай 28 болмаса 20 сантиметрлік формаға да пісірсеңіздер болады. Содан соң үстіне өзіңіздің қалауыңызға қарай дәл осылай алмұрт болмаса алма қосып, банан қосып жасасаңыздар болады. Содан соң үгітілген жаңғағымыздың жартысын алып қалдық. Сол жартысын салып, дәл осылай қызып тұрған 180 градус пеште беті толыққанды қызарып піскенше пісіріп аламыз. Алмұрт қосылған бәлішіміз дәл осылай жұмсақ, толыққанды балғын, жұмсақ болып шығады. Менімен бірге жасаңыздар, анаға тіркелуді ұмытпаңыздар.